Міне отырғанымызға 4 сағаттан асып жатыр. Байханов Ханзада бізде енді ненің несіндегі сәлеметсіз бе? Сау болыңыз. Екі сөз жаттап алғанда. Айтырсын сөздің қысқасы, жаңа Қазақстанның Ханзада әкімі Байханов 14 сағат сенбіде мен отырдым. Енді әне қабылдаймын, міне қабылдаймын деп өтірік айтады. Өтірікші әкімде сағат 7-те кетіп қалды. 200-де әкімде мен аналарды сыйлаймын, менің анам бар деп өзінің тағдайтайын есебінде айтты. Сол Шынтуайтқа келгенде мінеки осындай жағдай. Енді мінеки дүйсенбі күні отырмыз. 4 сағаттан астам, мінеки жастар да келді. Жоқ, біз адам емеспіз. Осы уақытта қаншама адамдар өтті, мінеки. Совещание дейді. Айтырым, совещание бір сөзбен айтып кетеді. Мына кісілер, мен білемін, жаңадан келген адамдар, ешкім тексермейді. Бірақ та қаншама адамдар өтті. Бірақ та бізді ұлтшылдарды жібермейді. Осы елдің патриоттарын жібермейді. Жастарды да, мені де. Біз мұнда Байхановқа адам емеспіз. Осы бізде тыңдайтын әкімдер жоқ бізде. Сқақов та сондай 1,5 жыл қабылдамаған. Мынаған мен жарты жыл қабылдамаған мен қаншама рет жазылдым. Қабылдамаған мені. Енді жаздысаң да жазылмасаң да жарты жылда 1 рет қабылдады ол. Шешпеді. Сосын есебінде де айттым, шешпеді. Енді мінеки отырмын, кешірім сұраймын қайталай бергеніме. Өйткені стресс маған 14 сағат отыру оңай емес. Қазір 5 сағат отырым. Неке жастардың өзі шаршайтын шығар. Менің жасым 64-те, енді әкім есебінде айтты ғой, үлкен адамдар сыйлаймыз. Неге көріңіздер қалай сыйлап жатқанын. Әкімдікте отырдым 14 сағат сенбіде. Ол көріп отырды, біліп отырды менің отырғанымды. Өйткені Хадиша деген орынбасар оған айтып отырды. Әне міне қабылдаймын. Енді мінеки дүйсенбіде 4 сағат 5 сағатқа кетті. Ол біледі мұнда мен отырғанымды, жастар отырғанын. Түкірді ол бізге.